етімізді артынша пиязымызды салып араластырмай 1-2 минутқа қалдырамыз. Артынша осылай бұрышымыз бен тұзымызды салып жақсылап қуырып, бетін жауып су құймай қалдырамыз. Өзінің сөлі шығатын болады. Ендігі нанына суымызды, жұмыртқамызды, тұзымызды салып, ұнымызды салып, жақсылап дәл еттің қамырында етіп нанымызды жайып аламыз, илеп аламыз. 1-2 минутқа қалдыратын боламыз. Осыны 2 бөлікке бөліп, осыны жұп-жұқа етіп нанымызды илеп аламыз, жайып аламыз. Ендігі осыны өздеріңізге ыңғайлы етіп кесіп алып, қызып тұрған табада екі шетін жақсылап тұрып қыздырып аламыз. Дәл лаваштық секілді осыны 2 бөлікке бөліп, жіп-жіңішке етіп нандарымызды кесіп алатын боламыз. Піскеннен кейін аралары жабысып кетпес үшін осылай сұйық май сеуді ұмытпаңыздар. Осылай сеуіп болғаннан кейін етіміздің үстіне салып 1-2 минутқа боқтыратын боламыз. Тез піседі, себебі жартылай пісіп қойған нанымыз. Мінекей біздің Моңғолиядан